Мұнай дегеннен шығады. Жұрт тарапынан елдегі жанар-жағармай сапасына қатысты жиі шағым айтылып жүр. Соңғы бір жылда отандық мұнай компаниялары өнімдеріне көңілі толмаған 45 азамат тиісті мекемелерге арыз айтып барған. Бірі бензин құрамында су бар десе, енді бірі көлік қозғалтқышының жиі бұзылатындығын алға тартып, оны отынның сапасыздығымен байланыстырған. Бүгін сала мамандары осы мәселеге қатысты жиын өткізді. Айтуларынша, шағымдар негізсіз. Өнім мұнай базасынан бастап тұтынушыға жеткенге дейін қатаң бақыланады дейді олар. Сөздері дәлелді болу үшін тілшілер қауымын зертханалары мен жанармай бекеттеріне арнайы апарды. Тіпті бензиннен сынаманың қалай алынып, зертханалық тексерудің қалай жүргізілетіндігіне дейін тәптіштеп көрсетті. Бүгінге дейін бір шағым жалғыз біздің зертханамыз басқа зертханалармен дәлелі болған жоқ. Сондықтан да барлықтарымыз біздің тұтынушыларымызға айтатынымыз, СТО-да бензиннің сапасын бекер алмайды. Неге? Өйткені олар ол сапада жұмыс істемейді. Бензиннің сапасын тек қана аккредит етілген зертхана бере алады.